Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен формула жазып үйренгеннен кейін біртіндеп логикалық программированиеге ауысқан кезде осы жерде шығарып үйренуіміз керек келесі маңызды бір тақырып. Бұл мына екі санды а мен б, мысалы санды екеуін бөліп а-ны б-ға бөлген кездегі оның бүтін бөлігін және қалдық бөлігін алуды үйренетін боламыз. Осы қарапайым базовый алгоритмге негізделген неше түрлі күрделі есептердің таралатындығын байқауға болады. C-Sharp'та шығарамыз, Visual Studio. Create new project. C# Windows Console мынаны таңдаймыз. Мына жерде А, Б. Бүтін бөлік деп алайық есептің атын. Мынау локейшнді өзгертеміз. Біз өзіміздің локациямыз бар еді, бүкіл проекттерді сақтайтын өзіміздің тұрақты жеріміз документ. C# projects осы жерге тастаймыз. Create. Есептің берілген бойынша А және Б айнымалылар арқылы А үлкен Б-дан 2 бүтін оң сандар берілген. А кескінінің бойында қайталанатын максималды мүмкін Б кескіні орналасқан дейді. А кескінінің бойында қайталанатын максималды мүмкін Б кескіні орналасқан. Санды бүтін бөліп бүтін бөлігін алу арқылы А кескінің бойында Б-ның кескіні неше рет орналасқанын табу керекпіз. Бұл алгоритмдердің ең базовый несі, қолданылатын жері көбінесе мынау санды, мысалы 4 таңбалы, 7, 8, 10 таңбалы сандардың мәтіндік нұсқасын шығару секілді есептерде осы базовый осы алгоритмнің принциптері қолданылады. Біз бүтін сан А және Б, бұл А және Б санын консольдан енгізіп алу үшін бірінші консольға write А тең деп, және осы А теңіміз консольдан алған мәтініміз біздің string болғандықтан оны бірінші конверт жасаймыз to int-қа. Конверттің ішінде біз соны қай жақтан алатынымызды көрсетеміз. Консоль readline мен аламыз. Ctrl-D-ны бассақ, мына строканы дублировать етуге болады. Мына жерге Б дейміз, мынауымызда Б болады. Енді біз осы санды бөліп, оның бүтін А-ны Б-ға бөліп, оның бүтін бөлігін алу үшін біз не істейміз? Результат жазу үшін integer, мысалы res деген бір переменне аламыз. Res немесе result мысалға. Осы А-ны бөлеміз Б-ға. Себебі мынаны бөлген кезде, мысалы мына жерде мынау 10 болуы мүмкін, мынау 3 болуы мүмкін. Егер 10-ды 3-ге бөлсек, ол 3 бүтін 3 деп кете береді. Бірақ біздің результат деген айнымалымыз бұл бүтін типті сан болғандықтан, ол тек оның бүтін бөлігін ғана алады. Яғни, мысалға бұдан егер 10-ды бөлеміз 3-ге болған кезде нәтиже бізде 3,3 болатын болса, біздің результатқа тек 3 деген бүтін бөлігі ғана меншіктеледі. Нәтиже тең болады. Осыған қосамыз, результаттық айнымалыны шығарамыз. Енді запуск етіп тексереміз. Программа қосылды, қазір 10, мынаған 3-ті береміз. Нәтиже 3-ке тең есеп шықты. Мына жерден мынаны өшіріп тастай саламын. Әзірге жақсы, сау болыңыздар.